Үндістан мен Пәкістан арасында әскери қақтығыс басталып кетті. Бірақ мұны соғыс деуге бола ма? Түсіндіріп берейін. Үндістан сейсенбіде кешке Синдур операциясы басталғанын жариялап, Пәкістан аумағындағы террористік инфрақұрылымға соққы жасадық деп хабарлады. Нью-Дели мәлімдемесінде бірде-бір пәкістандық әскери нысанға шабуыл жасалмағаны және бұл әрекеттердің жағдайды ушықтыруға бағытталмағаны айтылды. Соған қарамастан Пәкістан қарымта шабуыл ретінде Үндістанның аумағындағы бірнеше нысанға соққы жасады. Кейінірек Пәкістанның әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштері Үндістанның 3 ұшағын, соның ішінде 2 Рафаль жойғышын атып түсірген туралы ақпарат пайда болды. Кейінірек Исламабад 5 жойғыш ұшағы атып түсірілгенін мәлімдеді. Үндістан баспасөзінің хабарлауынша, Пәкістан аумағына жасалған соққы нәтижесінде 12 террорист жойылып, 55 адам жараланған. Пәкістан жағы үнді шабуылы салдарынан 8 адам қаза тауып, тағы 35 адам жараланғанын мәлімдеді. Нью-Дели болса, Пәкістан жағынан оқ атудың салдарынан 3 адамның қаза тапқанын хабарлады. Пәкістан премьер-министрі болса, Үндістанға тура сондай пропорционалдық қарымта шабуыл жасауға толыққанды құқығы бар деп есептейтінін айтты. Ал сыртқы істер министрлігі үнді шабуылдарын соғыс жариялаудың айқын мысалы деп бағалады. Пәкістанның қорғаныс министрі көп ұзамай Исламабад Үндістан соғыстан бас тартса, соғыс әрекеттерін тоқтатуға дайын екенін мәлімдеді. Осы уақытта Дональд Трамп та қарап қалған жоқ. Ол Пәкістан мен Үндістан арасындағы зымыран соққыларын масқара болу деп атады. Енді сұраққа жауап берейік. Бұл зымыран соққылары соғыстың басталуы деп есептеле ме? Шын мәнінде соғыстар дәл осылай операция жариялаудан, операцияны өткізіп нысандарға шабуыл соққылар жасаудан басталады. Бірақ бәрі де алдағы келіссөзге, дипломатиялық қарым-қатынасқа байланысты болмақ. Бір қадам қалды деуге әбден болады.